har qanday odam o'z o'yini aytuvga pravasi bor. Өйткені ular o'z o'yini aytgani uchun qamab tashladi. Sonda biz xalq o'zimiz o'yimizni aytmay, misol Xitoylar kelib bassin, boshqasi kelib bassada indamay o'tirishimiz kerakmi? Ashdan ash kvartira o'tirishimiz kerakmi? O'z o'yimizni ayta olmayapmiz-ku. O'zimiz o'yimizni aytsak qamab tashlaydi. Nega xalq qamab жатырды? Nega xalq soni nega ularni podдержка bermaydi xalq? Bari o'zini o'ylab o'tirgan ular. Шешімі только митингке шығып, бұл өкіметті түсіріп, басқа өкімет жаңадан Жоқ, biz бұлайша айтқанмен ештеңе шешілмейді. Халық көтеру істесе, сонда төбеде отырған шынымен бәрі қорқады. Өйткені олардан көрі біз халық көппіз ғой. Оларды басып тастаймыз біз. Олар қорқады. Біз дұрыс айтасың, Зилия. Өте дұрыс айтасың. Biz qarab o'tirmiz. Men de hozir misol o'z o'yimni aytsam, men de qamab tashlaydi. Ana birov keladi, o'zini o'yini aytsa, ol da qamab tashlaydi. Өйткені xalq borib, hukumatni bassa, sonda xalqning nesi prav. Өйткені xalq basib kelsa, men bir yerda men ne bo'lib ketaman deb kerak bo'lsa To'qayevni basib tashlash kerak. Өйткені har odam o'zini o'yini aytuvga pravasi bor. Biz o'zimiz o'yimizni aytkiza olmayapmiz-ku. Sonda biz ne bo'lsa yurtimizda, misol Qozog'istonda ne bo'lsa indamay o'tirishimiz kerakmi? Еркектерімізше, еркекпіз ғой, біз қорқақпыз. Қорқып шықпаймыз. Қараңыз, армияда өлу басталды. Кеше тағы TikTok'та көрдім, тағы бір бала өліп келді. Біз халық көтеріліс істеп ештеңе қылмадық. Тек қана қайтыс болған балдардың шешелері барды. 21 мың халық неге соны көтеріліс істемей жатыр? Неге indamay отыр сонша адам соттап тастаса? Сонша 21 мың өзінің ойыны айтып жоқпы сонда? Татнырш, мына бауырымды мен сөзін қолдаймын ше, біз еркектер қорқақпыз дейді, действительно қорқақпыз ше. Себебі, не дейді, орыс айтқанда подковлюшникпіз де, бірақ едім деп, жерім деп, бірақ мен мұсылманша тілінде айтайын ше, егер де көре тұрып көрместік атсаң дейді, біле тұрып білместік атсаң дейді, сен үлкен кешірмейтін күнә жіберіп атсың дейді. Сонда мен митингке шықтым ғой, мен бір митингте қалған адам емеспін. Ажалым жетпеді, значит мен әлі жүрмін. Сонда неге қорқақсыңдар ше? Зато біле елің үшін сен шахид болмайсың ба? Ертеңгіде еліңнің артында сенің бала шағаңның болашағы тұр. Бір күні шығайық, ұйымдастырайық. Бұл жерде бір-бірімізді айқалатып отыра беріңіз. Амалда жоқ қой, бәрін амалда жоқ, айта бересіңдер. Жоқ, конкретно айта бермейміз, біздер қанда біздер шығып жүрген жігіттерміз, шығада береміз. Есігіңді алға келіп, балайынды өлдіріп кетсе де қарап отыра береміз ғой біз. Неге өлдірдің менің баламды? Айналайын. Жаба тұршы әйел аузыңды. Мысал үшін біз шықсақ бала шағамыздың Әйелге жаба тұр аузыңды десеңіз, барып ойтып айтпаңыз. Әйелді сыйлаймыз. Менің эфирімде әйелді сыйлайсыздар, боқтамайсыздар. Бала шағаны ойлау үшін сен жұртке бетма-бет өз ойын айтуың керек. Сен айта алмасаң, ертең бала шағаң қайтып айтады өз ойыны. Шымкенттен кім шығайық? Бір күні белгілейік. Ағайын туысқан жинайық. Достар бар, бәрін неғылайық, ұйымдастырайық, митингке шығайық. Қорқпайық. Көп болсақ еш нәрсе істей алмайды. Бұл жерде мыжып отыра бергенде пайда жоқ. Дұрыс айтасыз, пайда жоқ. Амалда істеу керек оны. Ананы айтамыз, қоямыз. Шығайық, еркектер. Адамды көбейтейік, кіріңдер, адамдар. Лайк басыңдар. Міне, мұндай эфирге де жаңа бан жібереді. Көрініп отыр ғой, осындай эфирде көре алмайды міне. Не жаңа тәуелсіз медиа жоқ, осындай жаңа заңсыздықты айтатын. Бәрі сатылған, Нұр Азаттық, жаңағы бәрі бір тәуелсіз медиа бар ма Қазақстанда? Тәуелсіз журналист бар ма? Жоқ. Мен Динара Өгебаеваны ғана білем тәуелсіз. Жаңа Думан сотталып жатқан қазақ тілді. Басқа кім айтып жатыр? Журналисттер де өз ойын айта алмайды, өз ойын жеткізе алмайды. Өйткені қорқады қандақадан. Чиновниктер бар. Төбеде отырғандерден қорқады бәрі. Қарындастарым, саламатсыздар ма? Ассаламағалейкум. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба, енаға қалайсыз? Мына қарындастарыма қатты риза болып отыр, мына қазақтың осындай батыр қыздарына. Қандай міне? Әли апамның, Мәншүк апамның рухы бар бұл кісілерде. Дина апаның. Осындай батыр қыздары бар, біз бақытты халықпыз ғой. Қандай міне менің қарындастарым айналайын, аталарыңа рахмет. Аман болыңдар. Құдай жарылқасын сендерді.
Рахмет. Қолымыздан ештеңе келмейді. Үкімет ештеңе айта алмаймыз, қорқып отырамыз. Содан кейін үкімет Сіздер нағыз батыр ойыншығы боламыз. Отыр десе отырамыз, тұр десе тұрамыз. Өйткені қолымызда ештеңе келмей жатыр. Өкіметке ей деп сөйлей алмаймыз. Малқұсау айтам. Ар жағына отырасың. Дұрыс айтасыз, Дилия. Міне өстіп Дилия сияқты түсіну керек. Жаңағы Балсекер деген бәрін түсінеді, жаңағы Серікжанды кінәлайды. Ол Серікжанды түрмеге қойсақ, Серікжаннан қандай пайда қазақ еліне? Америкада отырып, Серікжан жаңағы қаншама қазақтың несін айтып отыр, мұңын сырын айтып отыр. Сонда да жақпайды Серікжан. Онда келіп, мына жаңа активистер түрмеде жатқан соны қолдаңыз десе, онан да көнбейді. Ол әдей келіп отырған адам, былай да көнбейді, былай да көнбейді. Вроде бы жаны ашиды, мына кімге, Мирболат ағаға. Бірақ айтып отыр, шырылдап жатыр. Анау армияға барып келген шешелерге көмектесіңіздер, Каспийске ақша салып көмектесіңіздер деді. 16-шы. Қашан 16-шы күні барды ғой? Армияда қайтыс болған нелердің шешелері барды. Кім көмектесті оларға? Кім поддержка берді? Бәрі бар, видео прямо эфирде не қылып отыр ғой? Санақты адам барды. Сонша халық үйде отырды. Сондай шыққаннан кейін сіздер пісіп отырасыздар да халыққа поддержка берсеңіздер, халықты ешкім баса алмайды. Үкімет те баса алмайды. Өйткені үкіметке көре халық бұл жерде көп. Басам деген адам басып тастайды халық. Просто біз қорқамыз. Неден қорқамыз? Ертең мені бала-шағаңды болашағын ойласай, басыңды түстіп, Ал өте дұрыс айтасың, Дилия. Міне, саяси сауатты әйелдер осылай айтады. Осындай балалы әйелдер балаларын саяси сауаттыға өсіреді. Ғазиз деген кім? Сөйлесін дейді. Ғазиз деген кім ол? Ғазиз үстінде отыр қазір. Сөйлеңіз, Ғазиз, не сөйлейсіз? Отыр ғой Ғазиз титушка дейді. Ол неге сөйлеу керек ол, Ғазиз? Неге титушка ол? Ғазиз, сіз титушкасыз ба? Сізге жазып отыр ғой. Сөйлеңіз, Ғазиз. Ол өз бір түрлі. Не? Ая мырза, кеш жарық қыздар, Ая мырза, сіз армысыз, қалайсыз, денсаулығыңыз қалай? Армыз, Құдайға шүкір, аман есенбіз бауыр. Армыз да. Мына астында отыр еркектер, біз езбіз, біз бірден кеміз деп жарайды айта бердіңіздер. Ал ертеңге бір шешуші мақсат болып тұр. Ертең Атажұрттан 18 адамның соты болмақшы, Талдықорған қаласы, Қаблиса жырау 66. Ал енді осы мәселе сағат 10-да сот басталады екен. Таңертең ерте шығып кету керек. Сол жаққа барасыздар ма? Ал енді қазағым деп шырылдап жүрсіздер ғой, барасыздар ма? Нақты айтыңызшы, мен керек емес. Тараздамын, Тараздан Меркіде болдым. Алматыдасыз. Меркіден 4 күннен кейін Алматыға қарата шығамын. Құдай қаласа амандығын берсін. Әрине барған дұрыс. Барған дұрыс жаным. Дұрыс айтасың. Неге айтып отырмын ғой, енді барады ғой. Просто мына жерде қазір активистерді айтады да, жолдан турап алады. Оны келісіп, жаңағы жеке нелерді айту керек та. Басқа халықты шақырып келсін. Басқа халық келсін. Жаңағы ешкім соттамайды, бір сотқа барған үшін. Неге соттау керек? Ол сіздің конституциялық неңіз, праваңыз. Қайда барғыңыз келеді, өзіңіз барасыз. Сот деген не? Қылмыс па не? Қылмысқа баратқан жоқсыз ғой. Ол біреуді соттап жатыр, сіз соны көріп, жаңағы қолдауға баратсыздар жаңағы. Ал мына активистерге ойлаймын да, жеке бір неде айтыңыздар, барасыздар ма, қалайсыздар. Өйткені алдарыңыздан турап алып шығып кетеді. Әне, алдында Ерекені жаңағы көрсеткен үшін көріп отырсыздар, қысып тастады Ерекені. Сондықтан бұл жерде жаңағы активистерден нетуді, активистер и так та барып жатыр. Мына халыққа айту керек. Кеш жарық, Мариям. Бару керек. Мына белсендер айтпай-ақ қойыңдар, я жекеге, өйткені белсендерден қорқады, простой халықтан қорқпайды ғой. Простой халық барады, олардың баратын, бармайтын білмейді да. Ал белсендердің бәрін на карандашы, олар барып, сол жерде халықты көтеріп жібереді деп, всегда белсендерді барғызбайды да, үйлерінен шығармайды. Оны енді сотқа барасын деп соттамайды ғой, енді просто үйлерінен шығармайды да. Сондықтан үйлерінен шығып кету үшін белсендер айтпау керек баратын, бармайтын. Ол бір. Халықтың барлығы ешкім митингіде Дилия, қазір мен айтып алайыншы. Бәрі не қылу керек.